сәлеметсіздер ме, балалар? Ана тілі пәні 1 сынып 80 сабақ. Ақылды қарлығаштар. Алдымен жұмбақ жасырып көрейік. Қонып алып жарға қарқылдайды қарға. Өзі қара бауырақ, ол не? Қарлығаш. Суретті жинау ойыны. Жинақталған сурет анықталады, сурет бойынша ой айтылады, сабақ тақырыбы ашылып, мақсатымен таныстырылады. Қарлығаштар, балапан, ұя. Осы сөздерді қатыстыра отырып, балалар сурет бойынша сөйлем құрайсыздар. Жұбын табу ойыны. Тірек сөздермен жұмыс. Суретке тиісті сөзді табады. Тірек сөздер: қанаты қатпаған балапан, құс ұясы. Оқулықпен жұмыс. Бірінші жаттығу ауызша орындалады. Суреттердің реттілігін анықтап, сурет бойынша сұрақтар қояды. Балалар, суреттен нелерді көріп тұрсыңдар? Ендеше мәтініміз не туралы болмақ? Осы сауалдарға жауап бересіздер. Екінші жаттығу суреттердің реті бойынша жоспар құр. Қарлығаштың ұясы, жерге түскен балапан, ата-анасының қамқорлығы. Дәптерлеріңізге балалар зиян, жәндік деген сөздерді әдемілеп жазасыздар. Үшінші жаттығуды көшіріп жазамыз. Сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жазу керек. Қарлығаш пайдалы құс. Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Яғни мынандай етіп балалар жазасыздар. Жаңа сөйлем бас әріппен жазылатын ұмытпаңыздар, балалар. Берілген буындардан сөз құра, заттың қимылын білдіретін сөздерді тауып, сөйлем құрап жаз. Дәрігер, қонды, ұшты, жасыл. Бұл жерде заттың қимылын білдіріп тұрған сөздер қонды, ұшты деген сөздер. Жұмбақ шешіп көрейік, балалар. Құйқыл жұтып дала күйін, үй ішіне салады үйін. Бұл не екен, балалар? Қарлығаш. Олай болса, қарлығаш туралы жаңа ақпарат. Қазақстанда 5 түрлі қарлығаш кездеседі. Қарлығаш өте жақсы ұшады. Тіршілігінің көп уақытын ауада ұшып жүріп өткізеді. Су үстінен ұшып бара жатып, су іше береді. Ұшып жүріп қорегін ұстап жейді. Қарлығаш ұясын саз балшықтан сілекеймен араластырып, бері кетіп, жартас қуыстарына, жағалаудағы жарға, үй ішіндегі бұрышқа, кейде ағаш басына да салады. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.